Баршаңызға сәлем. Қазіргі таңда хит болып жатқан восточная корзина пирогын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай әрі тез, және де үйде бар заттардан жасалынады. Дәмі өте керемет. Бір жасағаннан сіздің де қолыңыздан келеді. Менің каналымды жаңадан көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк, комментария қалдыра кетіңіз. Алдағы уақытта мен өзім жасаған рецепттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Алдымен құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен толығымен араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте қантымызды салып, оны да толығымен араластырып аламыз. Кез келген затты пісіретін кезде массасын толықтай араластырсаңыз, пісіретін затыңыз әдемі болып шығады. Келесі кезекте бөлме температурасында тұрған сарымайымызды салып, оны да толығымен араластырып аламыз. Міне осылай шықты. Келесі құрғақ ыдысымызға ұнымызды салып, үстінен жарты шай қасық қопсытқыш, жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Массамызға ұнды екі бөлікке бөліп салып, лопатаның көмегімен осылай илеп аламыз, және де қамыр болып бастаған кезде қолдың көмегімен илеп аламыз, және де 5-10 минутқа бетін жауып қалдырып қоямыз. Міне, көріп отырғандарыңыздай қамырымыз үлпілдек жұмсақ болып шықты. Осы қамырымызды 25-26 сантиметрдегі табаға немесе осылай кез келген формаға салып, осылай қолдың көмегімен жазып аламыз. Жұмсақ болғандықтан қолдың көмегімен өте тез жазылады. Үстіне сухофруктымызды саламыз. Өзіңізде кез келген сухофруктыны салсаңыз болады. Мен үстінен жаңғақ, мейіз және де осындай кептірілген жеміс түрін салдым. Мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Мен алдағы уақытта түрлі рецепттермен, дәмді тамақтармен бөлісетін боламын. Сгущенкамызды сухофруктының бетін толықтай жауып тұратындай етіп құямыз, және де кішкене күте тұрсаңыз, сгущенканың өзі шетіне кішкене жайылатын болады. Сгущенкамызды құйып болдық. 180 градуста қызып тұрған пешімізде осылай беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Пештен алған кезінде сгущенкасы ары-бері қимылдауы мүмкін, оны уайымдамасаңыз болады. Суығаннан кейін осылай өз қалпына келетін болады. Міндетті түрде дайындап көріңіз, ас болсын.